Қош келдіңіз, Әділет. Құтты болсын. Негізі, иә, рахмет. Әділет, бұл жерде мынандай нәрсе ғой. Мариям маған ренжулі емес деп ойлап тұрсыз ғой. Мариям енді ол бір намысын биігірек қоятын қыздардың бірі да. Мен саған ренжіп қалдым, мен саған ғашық болып қалып едім деп айту, намысын биік қоятын қыздар үшін ол өте қиын нәрсе. Сондықтан ол сізге айтпаған болуы мүмкін ол нәрсені. Бірақ Мариямның тікелей миста сондай результат көрсеткеніне, бір қолын жіберіп, сынып қалғанына сіздің де бір кішкене қатысыңыз бар сияқты болып көрінді маған. Себебі алдыңғы жолы Мариям өнер сайысында ән айта салды. Содан кейін мен сұраған болатын, неге бұлай ән айта салдың? Сен негізі биді де жақсы билейсің. Анау деп бір кішкене әңгімеге тартып едім. Мариям айтты, ой, Әділет кеткеннен кейін өзі барлық нәрсені типа обещать еткендей болып еді. Одан кейін кетіп қалғаннан кейін менің де желанием кетіп қалды. По идее, бүкіл жаңағы сценарий, анау нәрселердің барлығы сол кісінің тарапынан болып еді. И одан кейін бір қолдауы да аз болды деген сияқты. Қолдау таныстықтағы ер азаматтан бұндай бәйгеге қатысып жатқан кезде өте маңызды. Сіз хотя бы соңына дейін өзіңіздің қолдауыңызды беруіңіз керек еді. Ал Айгүлге қатысты айтатын болсам, мен шын немді айтайын, енді негізі статистика деп ойламаймын. Шынымен де Әділет Айгүлге бір сезім ашылып кеткен сияқты, бірақ болашақ